Сәлем достар! Бүгін мен тек қана қызылша мен алмадан жасалатын салаттың жасалуын көрсетпекшімін. Ол үшін видеоны соңына шейін көріп, лайк басып қойыңыздар. Егер арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Бұл салатымызға 2 дана қызылша, 6 дана алма және 10 шақты грек жаңғағы керек болады. Алдымен қызылшаны жақсылап суда қайнатып аламыз. Қайнатып пісіріп аламыз. Алманы қабығынан аршып дайындап қоямыз. Грек жаңғағын қабығынан аршып дайындап қоямыз. Енді қызылшаны үккіштің ірі көзді үккіштен өткізіп, табақшаға салып аламыз. Қабығынан аршылған алмамызды да үккіштің көзінен өткіземіз. Оны да қызылшаның үстінен салып табағымызға дайындап қоямыз. Қабығынан аршылған алманы үккіштің ірі көзінен тезірек өткізіп алуымыз керек. Болмасам алманың қарайып қалады екен сыртынан. Енді оны да табақшамызға салып, қызылшаның үстінен салып дайындап қоямыз. Енді грек жаңғағымызды осындай тақтайшаға салып, пышақпенен жақсылап майдалап аламыз. Кескілеп майдалап аламыз. Салаттың дәмін кіргізіп тұратын осы жаңғақ және де азғантай бөлігін алып қоямыз оның. Салаттың бетін әсемдеу үшін. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл өте қолжетімді салаттың түрі болады. Бұны балаларыңызға көптеп жасап беріп тұрсаңыздар, өте пайдалы. Енді майдаланған жаңғағымызды салатқа қосып, жақсылап араластырамыз. Оған тұз, шекер қосудың қажеті жоқ. Өйткені алма тәтті болғандықтан салаттың дәмі кереметтей болып шығады. Кереметтей дәмді болады. Бұл өте қолжетімді салат болғандықтан балаларға да, үйге кеп қалған қонаққа да, қонаққа жайылған дастарханға да жасап қойсаңыздар болады. Үйге келген қонаққа да ұсынсаңыздар, өте дәмді, кереметтей дәмді салат. Құрметті менің YouTube оқырмандарым, мен алдағы уақытта да сіздермен бірге осындай рецепттермен, пайдалы рецепттермен, қазақша рецепттермен бөлісетін боламын. Видеом ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі көріскенше хош сау саламатта болыңыздар. Ал достар, салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.